Ал разборды бастайын. Басты рөлдегі әйел Чи Сон У. Қазіргі кездегі әйелдер осындай типажда көпшілігі, яғни перфекционист, синдром отличницы, бәрі қолдан келеді. Күйеуіне күшті тамақ істеп береді, баласын күшті қарайды, ақша күшті табады, өзіне жақсы қарайды. Бірақ минусы не үшін измена болды енді арасында 10 жылдан кейін. Бұл жерде еркектен де бар, бірақ әйелден де по-любому шығады, екі жақта болғандықтан мен сондықтан айтамын да, она очень любит контролировать, қатты контроль жасағанды жақсы көреді, даже күйеуінде контролировать етеді. Өте мықты әйел иіле салмайды. Бір сөзбен айтқан кезде ше, өзін жақсы ұстағаны өте жақсы, бірақ роль девочки жоқ, психология тілмен айтқан кезде, яғни расслабляться ете алмайды, только контроль, жесткий контроль, ал күйеуіне уже басқа роль ауысу қажет. Сондықтан да бірінші себебі осы болды. Қазір екінші себебін айтамын. Енді осы әйелдің тағы да бір үлкен минусын айтайыншы, ажырасып кетті ғой, ажырасқаннан кейін ол бірінші орынға өмірінде всегда баласын қойды. Екінші орынға ажырасып кеткендегі бывший күйеуін қойды, яғни вообще расслабляться етпейді, өзін вообще ойламайды. Сырттай уход жасайды, әдемі киінеді, бірақ ішкі жан дүниесін қалыпқа келтіру үшін демалу деген нәрсе вообще жоқ, вообще демалмайды. Сондықтан да ол да өте үлкен қателік болды. Сол үшін де даже сериалда көрсетеді, жақсылық жасаған сайын адамдар езе береді ғой, даже туған баласы езе береді да. Мен сен үшін өмір сүріп жүрмін ғой, балам дейді. Даже где баласы айтады, мен үшін өмір сүрмек қой, бірінші өзің таңда дейді да. Шынымен де бүкіл балалар ата-анасын, яғни мамасы болсын, папасы болсын, бірінші орынға өзін қойған қалайды, бала шағаны емес, анасы бірінші өзін ойлау қажет. Счастливая мать, счастливый ребенок. Екіншіден, ажырасып кетсе де күйеуі екеуінің арасында көп эмоциональный качеля болды. Қосылды, қырылысты, страшно болды да. И бұған сонуға вообще күшті жігіт келді. Прям күшті жігіт, мен оған тоқталамын да ше. Бірақ сонда да таңдамады оны. Неге? Өйткені бұл әйелге эмоциональный качеляға уже үйреніп қалған. Страсть, буря, эмоция сондай керек да. И қазір көбісі сондай эмоциональный, харизматичный, естіп тұрған ер адамдарды көбінесе таңдайды. Спокойный ондайды таңдай бермейді. Сондықтан да сонуға прям күшті идеальный келсе де ол таңдаған жоқ. Енді мынау күйеуіне қазір тоқталамыз. Мынау күйеуіне разбор жасайық. Неге измена болды? Бұған негізі удобный керек та. Жақсы үйі болды, мысалы әйел жақсы тауып жатыр ғой, дайын тамақ, баласы да күшті, бәрі комфортно болды, әйел де тиіскен жоқ, бірақ әйелі мықты болып контроль жасай бастағалы, ол өзін кішкентай сезініп қалды, әйелінің жанында әлсіз сезініп қалды. И сырттан өзінен әлсіз жас қыз тауып, оның жанында өзін мықты сезініп, ана әйелден жас қыздан, то есть күшті энергия, жастық шақтағы харизма, вдохновение сондайларды алып, сол әйелге кетіп қалды. Яғни әйел бұған өмірі бәрі удобный болу қажет. Удобство сәл кетсе, әйел жағы сәл контроль жасай бастаса, уже кете салады. Сондықтан да измена сол себептен болды. Қазір любовницаға келеміз. Келесі біз любовница. Дагион қызымызға разбор жасаймыз. Бұның қателіктерін қарастыратын боламыз. Бұл ана еркек по-любому маған келеді. Бірінші әйелінен гөрі. Неге? Мен одан 15 жасқа кішімін, мен әдемімін, мен байырақпын, по-любому маған келетін сенім болды. Ол еркек келді, бірақ 2 жылдан кейін бірінші әйелімен измена жасады. Бірінші әйеліне ой кетті ана еркектің. Сол кезде түсінді, өзінің жастығымен де, әдемілікмен де еркекті ұстай алмайтын. И өмірдің қағидасы тура сондай болады да, сен басқа әйелмен өзің сырт келбетің арқылы салыстырма, көбінесе харизма и энергия роль ойнайды. Сондықтан да бұның қателік сол. Сонымен қатар тұрмысқа роза очкимен шығып кетті. Ана еркекті зерттеген жоқ. Не үшін бірінші әйелінен маған келді деген болмайды. Бұдан шығатын түйін, біреудің көз жасына қалып бақытты болам деп ойлама. Соны есте сақтау қажет. Аллах тағала әділ, барлық нәрсені алдыңа келтіреді. Бұның ситуациясына тура солай орын алды. Сондықтан да бір жағынан ана еркекті зерттеу керек еді, вообще зерттемеді. Ғашықпын, асықпын деп тұрмысқа шығып кетті. Қателік жасамаймыз. И келесі персонаж. Келесі персонажымыз
Сону бар ғой, басты рөлдегі әйел. Соған коллега болып келеді больницаға, тоже психиатр. Маған дорамада ең қатты ұнаған осы персонаж ше. Прям эмоциясын өте мықты басқарады. Өте ақылды, конфликтіге кіріп кетпейді. Андай гнев, сондай нәрселерін күшті не істейді. Прям идеальный негізі соны осыны таңдаса бақытты болады. Спокойно өмір сүреді, эмоциональный качеля болмайды. Еще бұның ойы андай стратегически ойлайды ғой ше. Дәл моментте шешіп тастаймын емес. Кәдімгідей ойланып, зерттеп, үндемейтін жерде үндемей, сөйлейтін жерде тек аз ғана сөйлеп, нақты сөйлеп, еще забота да береді, қамқорлық та бере алады. Маған осы ұнады. Негізі соны осыны таңдау керек еді. Бірақ не үшін таңдады? Сонуға эмоциональный качеля керек. Бұндай спокойный махаббат керек емес. Сонудың соседі ғой. Бұл андай әйелге тоймайды деген ше. Сол ғой, сол приколға да ұшырап кеттім осы үшін. Вообще әйелге тоймайды. И уәде береді ең соңғы рет ана әйеліне. Болды, мен еш нәрсе істемеймін, болды, тек сені ғана таңдаймын, екеуміз балалы боламыз деп ше. Сөйтіп әйел де ажырасайын деп тұрған жерден отказ жасап, соңғы рет шанс беріп еді. Бірақ бір рет әйелі тағы да после этого ұстап алды. Яғни бұда уже сынып қалған, қандай сынып қалған, вообще нельзя. И соңында әйелі өзін таңдап ажырасып кетеді. Міне, осы персонаж жаттап алыңдар. Келесіге өтейік. Достар, соңғы персонаж нақта кішкентай болып көрініп тұр ше. Қыз бен жігіт. Бұлардың отношениясын қысқа айтайын. Абьюзерсі ұратын ше, әйелін ұратын. Әйел емес енді мынау ше, девушкасы ғой. Сәл кешіксе, подозревать етіп, ұрып тастайды, кәдімгідей аямайды ше. Вообще құтыла алмайды. Мынау қыз одан вообще құтыла алмады. Бірақ соңында бұл өзі ана қыз болды, қойшы, мен кетемін деген кезде ғана неден құлап түседі, короче, многоэтажный домнан ше, құлап түседі. Яғни ол жертвасыз өмір сүре алмайды. И мынау қыз неге бұдан қашып кетпейді? Себебі жаны ашиды, еркекке жаны ашиды. Менсіз ол тұра алмайды. Менен басқа бұны ешкім қабылдамайды. Тек мен ғана шыдай аламын бұған. Сол үшін ғана осыны қалып, қайтадан қабылдап, қайтадан кешіре берді. Яғни көпсі солай ойлайды екен. Сондықтан да бұл да өте қиын отношенияның түрі. Осымен разборымыз аяқталды. Өте көп инсайттар алынды. Мен сіздерге есте қалған маңыздыларын айттым. Бірақ көрге кеңес беремін 19 жастан асқандарға, өткені өте қиын сценалар бар ішінде. Но үйленгендерге де, үйленбегендерге де өте пайдалы болады. Прям анализ жасап көрсеңіздер, мен кәдімгідей анализ жасап, зерттеп, сөйтіп көрдім да, сондықтан айтуым керек деген ойда болдым. Пайдалы болса лайк, стори, огонек, шапалақтар сыналарды отправляйте.